Зәулім сарай, әдемі мықты көлік және бай болуды армандаймыз. Бірақ мынаны ескеруіміз керек. Алла тағала ертең ақиретте біздің зәулім сарайымызды емес, сол зәулім сарайдың ішіне әдемі үйімізге қанша адамды қондыра алдық, қанша адамды қонаққа шақыра алдық, соны сұрайды. Алла тағала біздің әдемі көлік мініп жүргенімізді емес, көлігіміздің маркасын емес, сол көлікпен күннің ыстығында, күннің қақаған суығында қанша адамды үйіне жеткізіп салдық, қанша адамға көмектесе алдық, соны сұрайды. Алла тағала біздің қаншалықты қаражатымыздың бар болғанын емес, сол қаражатымызбен қанша адамға жәрдемдестік, қанша адамға қарайластық, қанша садақа бердік, Алла жолында сол қаражатты қайда жұмсай алдық, соны сұрайды. Алла тағаланың алдына баратымыз ақиқат, рас, Алланың сұрайтыны шындық. Сондықтан да қолымыздағы бар мүмкіндікті дұрыс жолға пайдаланайық. Біз сізге жақсы, әдемі, күшті ұсыныс айтып отырмыз. Біздің жоба мұқтаждарға кәсіп ашып беруді қалайды. Біздің жобаға бар жоғы күніне Алланың разылығы үшін 200 теңге аударатын болсаңыз, біз оған бір отбасыға кәсіп ашып береміз. Ал ол 100-ден 700 есеге дейін несиеленді өзіңізге қайтуы мүмкін. Сондықтан да осы бір ізгі істі сізге ұсынамыз, бірлесіп соны жасайық.